Көлде жүрген үйректі көрдіңіз ба? Бастапқыда ол жай ғана үйрек болған. Бірақ оның анасы оны әлпештеп, әсем аққу болу үшін барлығын жасады. Тіпті аққуға тұрмысқа шығуын мәжбүрледі. Оны көрген басқа үйректер оның өміріне қызықты, тамсанып, таң қалды. Бірақ оған ол аққудың өмірі мүлдем ұнаған жоқ. Мүмкін ол шын мәнінде үйректердің өмірін қалаған шығар. Оның арманы жай ғана үйрек болу керек болған шығар. Анасы оны ешқашан тыңдаған жоқ. Себебі оның анасының ойында үйрек аққудай сондай әсем болу керек деп барлығын жасап, тіпті мәжбүрледі. Шын мәнінде бізде балаларымызды кейде өз ойымызбен біздің ойымыздағы адам болуын қалаймыз да, онымен ешбір сәтте санаспайды екенбіз. Түбі біз таңдаған мамандыққа түсіріп, оның біздің принциптерімізбен өмір сүргеніне мәжбүрлейміз да, өз баламызды кейде бақытсыз етіп аламыз. Соңғы рет өз балаңыздан сенің арманың не деп сұрадыңыз ба? Оны не нәрсе қызықтыратынын, онымен ақылдасып, өз жоспарын тыңдап көрдіңіз ба? Оған шешім қабылдауға мүмкіншілік бердіңіз ба? Әрине, көп жағдайда шешімді өзіміз қабылдап жатамыз. Кейін баламызды сол біздің өмірімізге тұншықтырып, түбінде тәуелді немесе бір нәрсенің құрбаны болғанда, қай жерде қателік жасадым, балам үшін бәрін жасадым ғой деп аһ ұрып өкініп жатамыз. Сондықтан да бүгіннен бастап балаңызбен ақылдасып, кеңесіп, өз өмірін таңдауға мүмкіндік беріп көріңіз. Мүмкін ол өмірі сіздің ойлағаныңыздан да қызығырақ шығар.